Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Балқаш жаңалықтары және мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгінгі күннен көретіндеріңіз. Жаза тағайындалды. Парамен ұсталған балқаштық тергеушілерге қатысты сот шешімі шықты. Назначенное наказание 2000 месячных расчетных показателей в виде штрафа каждому с конфискацией имущества. 90 миллион теңге. Биыл қала көшелерін жөндеуге осынша қаржы бөлінді. Осы айда тендерге қатысушылар арасында байқау ұйымдастырамыз. Жеңімпаз атанған компания маусым айынан бастап жұмысқа кіріседі. Өзгерген уақыт 25 мамырдан бастап 3А және 3Б автобустарының елге қызмет көрсету уақыты ұзарады. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, 725-52 нөміріне қоңырау шалып, білулеріңізге болады. 250 мың теңге пара алған полицейлерге қатысты сот отырысы аяқталды. Өз қызметтерін асыра пайдаланған 29 және 27 жастағы екі тергеуші жазаларын айыппұлмен өтейтін болды. Ал оның сомасы 4 миллионға жуық. Сондай-ақ енді олар мемлекеттік қызметті тек түсінде ғана көретін болады. Естеріңізге сала кетейік, бірі капитан, екіншісі аға тергеуші болып қызмет атқарған полицейлерге пара алды деген айып тағылған болатын. Себебі олар қылмыстық істі тоқтату үшін жәбірленуші жақтан 250 мың теңге ақша талап еткен көрінеді. Және сол арам ақшаны қолдарына алып жатқан жерінде полицейлерді облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері құрықтады. То есть злоупотребление служебным положением должностным лицом. Так, свое отношение можете высказать к данному обвинению? Признаете свою вину? Ал бүгін судья өз шешімін жария етті. Енді бұдан бұлай екі бұрынғы тергеуші мемлекеттік қызметте мүлдем жұмыс істемейтін болады. Оған қоса олардың әрқайсысы бір айдың ішінде 4 миллионға жуық ақшаны мемлекеттің қазынасына өтеулері тиіс. Назначенное наказание 2000 месячных расчетных показателей в виде штрафа каждому с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с исполнением государственной функции. Мера пресечения изменяется в исполнении близких, в последующем будет она применена приговор законной силу. Процессуальные издержки в установленном порядке. В случае несогласия с приговором правило право в течение 15 дня оглашения, даже вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания и в случае чего подать на него замечание. Так, понятно? Тағы бір қылмыстық іске нүкте қойылды. Арзан пәтер сатамын деп баспанаға мұқтаж жандарды сан соқтырып кеткен келіншек 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал айлакердің арамысы бұлай өрбіген. Мәселен, бір бөлмелі пәтерді 1 миллион 550 мың теңгеге бағалап алдын ала ақшасын беруді талап еткен. Сөйтіп қолына қаржы тиісімен із-түссіз кете берген. Осылайша 29 жастағы пайдақор келіншек Балқаштағы 3 отбасын алдап, олардан 3 миллионнан аса пайда тапқан. Ал бүгін осы іске қатысты сот шешімі шықты. Балқаш қаласының тұрғыны алаяқтық әрекеттер бойынша 3 жасаған қылмыстар дерегі бойынша 2 қылмыс дерегін мойындаған, 1 қылмыс дерегі бойынша кінәсін мойындаған жоқ. Нәтижесінде Балқаш қаласының үкімімен аталған азаматша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177 бабы 3 бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, аталған азаматқа қатысты 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Мүлкін тәркілеумен бірге жазасын жалпы режимдегі түзеу колониясында өтейтін болады. Кеше түнде 64-ші кварталдағы Ульянов көшесінде өрт шықты. Қораның төбесіне үйілген шөп жанып, үй иелерінің зәресін ұшырды. Төтенше оқиға түнгі 10-нан кете орын алған. Шөптің бықсып жана бастағанын көрген үйдегілер өрт сөндірушілерге хабарласады. Алайда қызыл жалынды сөндіру кезінде біраз қиындықтар туындаған. Өйткені ол аймақ су гидранттарымен жабдықталмаған. Сондықтан да бір көлікпен су әкелінсе, екінші көлікте болған мамандар қызыл жалынмен арпалысты. Нәтижесінде 20 тонна ғана шөп жанып кетті. Десе де ағаштан жасалған қораға ешқандай зақым келмеді. Пожар было снаружи. Тез әрі дереу қимылдағандықтан қораны өрттен сақтап қалдық. Ал алдын ала болжам бойынша өрттің шығу себебі шөп көп уақыт бойы жатып қалған. Оны сақтау ережелері бұзылған. Қазір бұл іспен ішкі істер бөлімі қызметкерлері айналысуда.
Қалада жолдарды жөндеу басталды. Мамандар бірінші кезекте Ағыбай Батыр және Ленин көшелерін жөнге келтірмек. Қазірдің өзінде ойдым-ойдым орға айналған жерлерді жамауға кірісіп кеткен. Ал бұл мақсатқа қалалық бюджеттен 80 миллион және облыстық қазынадан 10 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржы қала бойынша 25 мың шаршы метр жолды жөндеуге жұмсалмақ. Десе де жаңа асфальт биыл тек Мира көшесіне ғана төселеді. Текущий ремонт дорог. Мира көшесінде жөндеу жұмысын жүргізуге 34 миллион теңге бөлінді. Осы айда тендерге қатысушылар арасында байқау ұйымдастырамыз. Жеңімпаз атанған компания маусым айынан бастап жұмысқа кіріседі. Бүгін тағы бір Ұлы Отан соғысының ардагеріне құрмет көрсетілді. Ұшқыштарды дайындайтын әскери бөлім басшылары мен қызметкерлері Клавдия Кочетованы келе жатқан жеңіс күнімен құттықтады. Күнделікті өмірге қажетті азық-түлік қоржынын тарту етті. Ал 21 жасында ел қорғауға аттанған қарт майдангер амандық болса биыл 95 жасқа келеді. Өкінішке орай жақында құлап төсек тартып қалған. Десе де бүгін әскери адамдарды көріп бір қуанып қалды. Өйткені ардагерді қазіргі отан қорғаушылармен көп нәрсе байланыстырады. Клавдия Кочетова соғыс кезінде ұшқыштар атқыштар ротасында байланысшы болған. Жердегі жағдайды дер кезінде хабарлап, әуе әскери күштеріне талай жеңіс әперуге септігін тигізген. Наши большие границы. Біз бұл кісілерге қарыздармыз. Олар біз үшін отқа да оққа да қарамай жандарын пида етуге дайын болды. Сондықтан да біз оларға әрқашан құрмет көрсетуіміз қажет. Олар жанымен қанымен аман алып қалған жерімізді енді біз көзіміздің қарашығындай қорғауымыз керек. 10 мамыр христиан дінінің өкілдері ата-ананы еске алу күнін атап өтеді. Соған орай қалалық автопарк зират басына бару үшін 5 автобус бөліп отыр. Қоғамдық көліктер таңғы 8-ден бастап әр 20 минут сайын жаңа және ескі зиратқа қатынайтын болады. Ал қозғалыс автобекеттен басталады. Жол құны аралықтың ұзақтығына байланысты әр аймаққа 50 және 70 теңге. У нас изменение произошло. Біз жылда ата-аналарды еске алу күнінде қосымша автобустар бөлеміз. Биыл да зират басына баратын 5 қосымша автобус бөліп отырмыз. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, 725-52 нөміріне қоңырау шалып, білулеріңізге болады. Сондай-ақ 3А және 3Б автобустарының маршруты өзгерді. Енді олар 25 мамырдан бастап жаңа кесте бойынша жүреді. Мысалы 3Б қоғамдық көлігінің қозғалысына қосымша тағы 2 айналым қосылды. Енді оның маршруты таңғы 6:10-да басталып, түнгі 22:50-де аяқталады. Сонымен қатар 3А автобусына 25 мамырдан бастап тағы бір қоғамдық көлік көмекке келеді. Соған сәйкес жолаушыларға қызмет көрсету уақыты ұзармақ. Бүгінше осы, ал ертең мамыр айының алғашқы аптасын қорытындылайтын боламыз. Қорытынды жаңалықтарды өткізіп алмаңыздар. Амандықта жүздескенше.